Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Сіздермен бірге Меруерт. Бүгін сіздермен ең тез дайындалатын, ашытқы қосылмайтын, сондай дәмді бауырсақтардың рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ингредиенттердің барлығын төменге жазып кетем, және фотода көрініп тұр. Ең басты ингредиенттердің бірі айран. Менде магазиндік айран. Айранның үстіне жаңағы содамызды қосып, араластырып, кішкене көбіктеніп көтерілгенше дейін араластырамыз. Одан кейін бөлек ыдыс алып, ұнымызды електен жақсылап тұрып өткіземіз. Електен өткізгендеріңіз өте дұрыс болады. Айран мен сода қосылған салмамыздың үстіне майды қосамыз. Жақсылап тұрып араластырып, жұмыртқаны қосамыз. Тағы да араластырамыз. Барлық ингредиенттерді біріктіреміз. Және де венчиктің көмегімен араластырып бастап, одан кейін қолмен араластырамыз. Жұмсақ қамыр пайда болу керек, достар. Жақсылап араластырып, қамырымызды 10 минутқа шетке алып қоямыз, бетін жауып. Дайын болған қамырымызды 2 бөлікке бөліп, үстіне май жағып, жайып, оны әдемілеп тұрып кесеміз. Домалақтап та кессеңіздер болады, достар. 3 немесе 4 мм жұқалықта болу керек. Жұқа болғаны өте дұрыс болады. Табамызға май құйып, жақсылап тұрып қыздырып аламыз. Орташа отта барлық бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Менікі қатты қызарып кетті. Балам қасымда тұр еді. Қатты қызыл қылмасаңыздар да болады. Барлығын жақсылап тұрып қуырып аласыздар. Барлықтарыңызға сәттілік. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк, комментарияларыңызды аямаңыздар. Достарыңыз, құрбыларыңыз, әпкелеріңізбен видеоны бөлісіп қойыңыздар. Өте дәмді, дәмі енді тіл үйрет.